көп кісілердің қателіктері, мысалға 20-30 миллион теңге ақшалары болады, болмаса 10-15 миллион теңге. Ең бірінші жер іздеген кезде арзан жер іздейді. Жерді арзанға алып алсам деп ше. Арзан болса деп. Мысалға, тоже бізде бір кісілер көп болған, мысалға 4,5 миллионға жер алды. Ол жерде не свет жоқ, не су жоқ, жаңа орталық көшеден алыс. Біз мысалға содан жолға жақын жерде светімен, суымен 6 миллион 200-ге сатып отырық. Ол кісі барды 4,5 миллионға жаңағыдай дачный жерді арзан қалды. Бірақ ол үй салатын кезде біраз қиналды енді ол кісі. Жаңағы жерді үй салу үшін жаңағы светті генератормен тасыды, суды жаңағыдай бочкамен тасыды, суды біздің массивтен шлангадан құйып алып. Сондай, мысалы, қателіктер жібермеу үшін ол кісі сосын өкініп, сол жерді сатып, жаңағы черновой фундаментімен сатып, содан кейін бізден жер алып, сол жаққа үй салып отыр енді. Сондай қателіктер жібермеу үшін сіздерге ескертеміз, бізден алмасаңыздар да, мысалға, орталық көшеге жақын және коммуникациясы барлығы өткен жерден үй салыңыздар, жерден экономдамаңыздар. Жерді жақсы жерден алсаңыздар, үйлеріңіз де жақсы болады. Мысалы, көбісінің үйге ақшасы жетеді үй салуға, бірақ жерден экономдап, сол жерге күшті үй салып қояды. Бірақ анау қанша күшті үй салынса да, жері онша емес жерде тұрса, ол үйдің бағасы бағаланбайды, ертең нормальный бағаға сатамайсыздар. И өзіңізге де ертең тұрған кезде анау арзан вариант болып көрініп тұрады. Сол үшін бірінші жерге жақсы қарап алыңыздар. Бізде мысалға Алматы қаласына ең жақын жерге орналасқан жерлер бар. Свет, су, подключениесі тегін, мектепке жақын, центральный көшеге жақын жерде орналасқан. Келіп хабарласып WhatsApp-қа жазсаңыздар, толық ақпарат береміз.